Алматы облысы Ақсу ауданы Қапал ауылында үй сатылады. Коттедж үй, 2 қабат үй. Екі үйдің жұрты бұл. Мына жерде қорасы бар. Сайда тағы шабындық бар, енді ол түсуге ыңғайсыз болып тұр. Үй жағында туалет тұр. Дәл осыдан ары қарай өте қалғанда тағы бір үйдің жұрты бар. Бұзылған үй тұр ол жақ. Ол жаққа баруға да ыңғайсыз болып тұр. Үйді көрейін алған. Үй кәдімгі ақ кірпішпен, бетонмен құйылған. 8 бөлме maaşı сондай. Мына жақта жартысы бар. Забормен қоршалған. Бір 2 жыл адам тұрмаған, шөптер өте өсіп кеткен енді. Мына жер, мынау астың қабатқа түсетін жер. Мына жерден кіреді астың қабатқа. Пеш осы жерде. Мына жақта қорасы міне. Қорасының матчалары бәрі не? Темірден. Мына жерде бұлай лапас бар. Мына жерде бұл енді өте дәу үй бір. 60 адам қонақ күтуге болады. Мына жағында моншалары бар. Моншасының іші бәрі керемет. Енді ол қараңғы, видеода жақсы көрінбейді. Есігін ашып кетіп, жауып кетейік күні. Жел ашып кеткен болу керек. Темірмен қоршалған бәрі. Су міне егін ексеңіз су деген 24 сағат бар бұл жерде. Өзеннен келіп отыр су. Агрос ексеңіз. Үй көріп отырсыздар енді қаншалық дәу екен. Мына жерден білуге болады міне. Міне. Мына үсті тағы бар, үстің қабат және бар. Мына жерде міне жазда чай қайнататын жер. Жаңа көрінбей қойған астықтағы ағырып не жатыр. Үстінде және бар. 2 үйдің жұрты. Мына су ағып жатыр. Мына жерде міне шашылып қақтап жейтін бәле бар. Мына жерге міне қонақтарыңызды әкеліп, шашылып қақтайтын жерлері бар міне. Сосын кейін үлкен артықшылықтары бар бұл үйдің тағы. Мына орындықты қараңыз, мощный орындықтан бір отыр міне. Мына жерде дүкен ба, бірдеңе болған нәрсе ұқсайды мынау. Бұл енді түсінбедім не екен. Мына жерде монша болған екен, жаздық монша міне. Дүңгіршегімен тұр. Бұл үйде енді жер өте көп. Бұл басқа жерде мына Қапалының Бағыра деп қоя, соның төбесінде 30 гектар шабындық. Одан кейін 100 гектардың үстінде жайылым бар. 9 гектар шабындық бар. Общий әйтеуір 225 гектар ма сондай жері бар. Жермен, мал бағатын егістігімен, шабындығымен, 2 үйдің жұртымен қосып общий сатады. Общий бағасы енді қатты қымбат емес. Оны осы видеоның жанына бәрін жазып қоямын. Содан көріп аласыздар. Егер қызықсаңыздар, телефон нөмір тұр. Тікелей байланысқа шығыңыздар. Келсеңіздер, ертіп келіп көрсетемін. Өте керемет сыртынан қарағанда. Қазір мен мына жақтан шығам. Сол кезде бүкіл көрініс көрінеді. Өзі ағаш көп мына жерде. Отын іздемейсіз, маңайыңыз бірақ ағаш. Үй салқын. Үй енді өте салқын. Мына жерде су деген шарылдап келіп тұр. Шөптерді қарамайсыз ба? Қандай сүмбіл өсіп кеткен. Мына жерден не общий көрініс.
шөп өте көбейіп кеткен да, көрсетпей тұр енді. Енді мен жанынан көріп тұрмын, видеода толық көрінбейді, өте керемет. Ағаштарды қарамайсыз ба? Забор. Мына қарағаш, мынаны бұтайтын болсаңыз төп-төрт бұрыш забор болады. Не жағдай осылай, мына жақ ең, мына сайдың іші мынау. Мына жерден бір 20-30 қара ұстауға болады үйдің жанының өзіне. Хабарласыңыздар, қызықсаңыздар.